кабачкидан оңай жасалатын, тез жасалатын икра дайындаймыз. Менімен бірге міндетті түрде дайындаңыздар. Міне мен барлық заттарды дайындап қойдым. Кабачки бізге керек, жуа керек, сосын морковь керек. Осы 3 заттан қазір біз идеальный икра жасаймыз. Ол үшін бізге ең бірінші майды қыздырып алу керек. Содан кейін қызып тұрған майға видеодағыдай 4 бұрышты туралған морковь пен жуаны бірге салсаңыздар болады. Осы морковь пен жуа 10 минут орташа отта пісіреміз. Егер де термомикс болса, пожалуйста, термомикстеріңізге істеңіздер. Болмаса, қолмен 4 бұрышты етіп турауға болады. Бірақ, конечно, оған ұзақ уақыт кетеді. 10 минут өткеннен кейін тұз бен сикерді өлшеп алыңыздар. Міндетті түрде біреуін көп, біреуін аз қоспаңыздар. Барлығы видеоның астында описаниеда тұр. Сол граммдар бойынша салсаңыздар, прям дәмі өте күшті болып шығады. Содан кейін кабачкиімізді қосамыз да барлығын жақсылап тұрып араластырып аламыз. 30 минут отта пісуі қажет. Газды қатты шығармаңыздар, немесе қатты басып та тастамаңыздар. Ең басында орташа отты қойдыңыздар, сол орташа отта до конца пісіп шығу керек. Содан кейін томат пен бұрышымызды салып, жақсылап араластырғаннан кейін қайтадан 10 минутқа бұқтырып қоямыз. Осы 10 минуттың ішінде 2-3 рет міндетті түрде араластырыңыздар. Бұл соңғы этап болғаннан кейін ол күйіп кетуі мүмкін. Көрдіңіздер ғой, суы азайып жатыр. Сол үшін араластыру бұл жерде міндетті. Содан кейін 10 минут өткен соң газды өшіре берсеңіздер болады. Одан кейін біз енді бұл икрадан пюре сияқты жасап шығуымыз керек. Ол үшін термомикс немесе блендер қажет болады. Осы икрамыз дайын болғаннан кейін, оны суытып алғаннан кейін жей берсеңіздер болады. Барлықтарыңызға ас болсын, каналға тіркелуді ұмытпаңыздар.